Ал мынау манатының ескі құлауы. Міне Құдайдың құдіретімен жауым молынан жауып, үркердің соңғы жұлдызы Кенжеқараның ұшатын тұсы мынау. Кенжеқара суға түсті. Құдай бұйырса міне айдың соңына дейін жаңбыр болады деп баяғы шалдардың болжамымен айтып жатырмыз ізімен. Кеше сәуірдің 25-інен бастап осы заузаның, яғни мамыр айының 6-сына дейін үркер күнара ұшты, 12 күнде ұшып болады. Соның соңғысы кешегі 6-сы күні Кенжеқара ұшты. Сол міне суға түсіп жатыр міне Кенжеқара. Міне Құдай беріп жатыр. Қазір менің қасымда міне Бексұлтан, Жаманатай Бексұлтан деген жігіт тұр міне. Мына арғы әшкейлі Ізмұрат Молбаев деген жігіт, жеткізген Сейіт деген ағамыз, Ұзақбай Сақиев деген ағамыз, Мұратбек Қадырбаев деген, Қараш, түріңді көрсетші қалшы. Манас Қараш Әділбаев деген жігіт міне. Ал біздер Дәулеталы Зар ауылының асына қарай Жылой өңіріне кетіп баратырмыз қазір. Алла жолымызды оңғарсын. Атамбекет қолдасын. Әумин.